көмек беру мақсатында үлкен шара ұйымдастырып жатыр. Сол қайырымдылық марафонға Арғын шақыртып алды. Бұл жерде Арғын өзінің Евразия университетінің түлегі ретінде шақырылып, құрметті қонақ ретінде келдік. Арғын біз екеуміз келдік. Енді әрі өлеңін айтады, әрі осы жерде өзінің курстастарымен кездеседі. Жақсы отырыс, тамаша кездесу. Бұл жерде үлкен аукцион болып жатыр. Көреміз. Просто немного внешне похожи. Да, отлично, прекрасно. Деп әнге қосқан қазақ орамалды ақ жаулықты ерекше қастерлеген. Орамал жаны нәзік жаратылған болмыс иелерінің отанасының басындағы байрақ. Орамал кие мен серт. Қошеметтеріңізді аямаңыздар, достар. Тағы да бір жаулықтар топтамасы, алаша топтамасы. Жауды тоқтатқан ақ орамал жаулық аталып кеткен. Содан болар қазақ халқы бірінші байлық денсаулық десе, екінші байлық ақ жаулық деп есептейді. Ұлттық өрнектермен көркемделіп, дәстүрлі оюларды заманауи сән үлгісіне айналдырған бірегей дизайн әр бикештің көркіне үн қосары сөзсіз. Это самые крупные, самые высококачественные кирпичи, которые не ломаются, даже когда их кидаете с высоты 3-4 метра от бетона. Ну, пожелаем Арману успеха. Рахмет. Енді кірпіштердің алдында Разагрев кішкене бір-екі номер көрсетейін. Күнде көріп жатсыз әртүрлі номерлар. Енді мынадайды енді көрмеген шығарсыздар. По крайней мере, өз көзіммен точно. Ал олай болса, Батыр Асқар Сүлейменұлымызға дуал жаңалықтарын ұрып қолдау көрсетіп қояйық. Еуде! Қазақтың күші атасын ғаламас өнердің мәртебешісі, бауын шуақ, иман жүсі, қайықтарда өнер алмастырушы, бірнеше спорт түрлерінің спорт шебері атанған, Гиннес кітабының рекордшысы, халық арасында тас балуан атымен танылған азамат Арман Сүлеймен. Қошемет. Ал енді дәл қазір мәнеке өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мәнеке. Сейчас я покажу. Просто 2 кирпича покажу. Потом уже остальные. Это я просто на запас принес. Разогрев. Так, через бисмилля. Браво. Дамы и господа, наш еще один выпускник на сцене. Звезда казахстанской музыкальной эстрады Арман Каусаров. Или же просто Аргония! Аргония! Вспомним старое! Бахати, привет, как дела? Что делаешь? Жасын батан ассаламалейкум. Башыларыңызға, қатарыңызға амансыздар ма? Шын жүректен бүгінгі года интересный вечер происходит. И мне очень приятно участвовать здесь, потому что я сам тоже выпускник этого Евразийского университета. Вообще, Ену деген король, ғой. Ену это круто, Ену это классно. Уважаемые слушатели, вы хотите короче, раньше помните у нас ЦСИ, короче, был такой корпус такой ни о чемский, да? УК деген, короче, былай болып тұратын, да? Жақында оказывается новый корпуса построили. И сейчас как будто ЦСИ, короче, УК не уступает, так что за ЦСИ. Давайте, дети, потанцуем. Я постараюсь для вас выступить на должном. Ассаламалейкум.
сені сүйем. Аделя, можно сені сүйем? Вот, давайте, Рамзана. Чисто для вас. Да, чисто это... Я заметил, как вы называете. Танцуйте. Едісін кетірейші. Тамам, Марат бар, Арқан бар, бізде Малютин бар, емек кетірейші. Дишірейші жеңіз. Hiç merak etmeyin. Kaç sen hem de kolarsın. және де осындай чемпиондар Просто немного внешне похожи. Да, отлично, прекрасно. Каналына айтасың. Оны да болу керек деген оказывается, как будто біз түсініп қана Иә, сөйтіп давайда бұл жасанды ғой, зачем ондай түсіресің дейді. А мен айттым, жасанды да арасында керек, потому что это контент да болам, ондай істеп керек арасында. Саған ұнатпайды да, что жасанды түсіндіріп керек. Енді істейміз, сөйтеміз енді арасында ұнан пайдаланып қалдық. Жақсы болыңыздар. Жақсы болыңыздар.